Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Наргиза, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жылдам дайын болатын керемет пиццаны рецептін ұсынатын болам. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен біз қамырын жасауға кірісетін боламыз. Ол үшін біз жылы суымызға қантымызды, одан кейін тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Кішігірім ерігеннен кейін барып, біз қаймақты қосатын боламыз. Мендегі дүкеннің қаймағы үй қаймақтарында қолдана берсеңіздер болады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін сұйық майымыздың жартысын қосамыз, жартысын қамыр илеу барысында қосатын боламыз. Одан кейін соңында біз ашытқымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Кішігірім ұстағаннан кейін бірден ашытқымыздың үстіне ұн салып, біз қамырымызды илей бастаймыз. Пиццаның қамыры өте жұмсақ әрі керемет болып шығады. Міндетті түрде ситадан өткізуді ұмытпаңыздар, себебі ситадан өткізсеңіздер қамырларыңыз біркелкі түйірсіз болып шығады. Осылай ұнның кішігірім бөлігін қосқаннан кейін барып, біз бірінші қасықпен араластырып аламыз, одан кейін жаңағы қолымызбен илей бастайтын боламыз. Яғни қамырымыз біздің жұмсақ болу керек, ешқандай қатты қамыр болмауы керек. Керекті мөлшерін дәл осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Соңында біз қалған сұйық майды қосып, осылай жұмсақ қамыр илеп, бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағат шамасына, яғни көтерілгенге дейін ұстайтын боламыз. Керекті нәрселері, яғни салмасы, колбаса, жаңағы огурцы, помидор, осылардың барлығын өздеріңіздің қалауларыңызша қоя берсеңіздер болады. Біздің қамырымыз көтерілді, ашыды, осындай керемет болып шығады. Мен бірден бөліктерге бөліп, одан кейін қамырымды тағы да кішігірім демалтып алғаннан кейін қамырларымды жаятын болам. Қамыр осыны өте әдемі, керемет болып шығады. Қонақ келгенде де дәл осы пиццаны жасап ұсынсаңыздар, міндетті түрде көңілінен шығады. Осылайынан бірінші үстелдің үстіне қойып, бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Қамырдың иленуі ол өзіңізге байланысты, яғни міндетті түрде қамырыңызды жұмсақ қылып илегендеріңіз жөн. Сонда сіздердің жаңағы пиццаның тестасы өте әдемі, керемет болып шығады, және жұмсақ болып шығады, дәл пиццерияның пиццасы сияқты болады. Осылай 4 бөлікке бірден бөліп алғаннан кейін кішігірім демалтып алып, біз қамырымызды жаямыз. Қамыр жаймас алдын мен осылай салмасының барлығын дайындап алған болатын. Өте бізге ұнайтын, менің үй ішіме ұнайтын осындай салмаларды дайындадым. Өзіңізге қандай салма ұнайды, соны қолдана берсеңіздер болады. Соус ретінде, яғни кетчуп пен майонезді жақсылап араластырып алдым. Арнайы соустар дайындасаңыздар да болады. Өте оңай жол. Дәл осы соусты пайдаланамын, себебі дәмі де өте әдемі болып шығады. Енді қамырымызды дөңгелек пішіндес қылып жайып алуымыз керек. Осылайынан жайып алғаннан кейін алдын ала пешімізді 200 градусқа қыздырып қоямыз. Біздің пиццамыз кемінде 15-20 минут шамасында пісіп шығады. Осылай мен пергаментный бумагаға төседім. Негізі былай да жабыспайды, бірақ пергаментный бумагамен өте жаңға әдемі болып шығады. Осылай жайып алғаннан кейін бірден үстіне соусын құюға кірісетін боламыз. Соусын құйып, тегістеп жайып алуымыз керек. Жайып алғаннан кейін астына кішігірім сыр себеміз. Менде сметанный сыр. Негізі пиццада моцарелла сыр қолданады, бірақ үй жағдайында дәл осы сметанный сырмен жұмыс жасаған өте керемет әрі дәмді болып шығады. Керекті салмаларын барлығын қойып шыққаннан кейін міндетті түрде пешімізді қызған пешке саласыздар. Қызбаған пешке салсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз қатты болып шығады. Қызып тұрған пеште 15-20 минут шамасында пісіріп алатын боласыздар. Піскеннен кейін бетіне тағы да үткіштен өткізген сырды сеуеміз. Сыр мол болған сайын пиццамыз дәмді болады. Сырды сеуіп болғаннан кейін тағы да 2-3 минутқа біз пешке салып алатын боламыз. Біздің пиццаларымыз осылай өте керемет болып шығады. Дәмі
керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сондай жұмсақ, дәмді әрі керемет болып шыққан бір пиццада 4 түрлі дәммен пиццаны жасап көріңіздер. Ас болсын.